ағымдағы жылдың 8 айының қорытындысы бойынша бюджеттің негізгі көрсеткіштері елеулі жақсарды. Мемлекеттік бюджетке трансферттерді есепке алмағанда 5 триллион 252 миллиард теңге кірістер түсті. Бұл сома 2015 жылдың жалпы жылдық көлемінен 74 миллиард теңгеге асты. Бюджеттердің барлық деңгейлерінде кірістер бойынша ағымдағы жоспарлар артығымен орындалуда. Мемлекеттік бюджет бойынша 104,7%, республикалық бюджет 133,7% және жергілікті бюджеттер 107%. Нақтыланған жоспардың жылдың аяғына дейін толық орындалуына ешқандай кедергілер жоқ. Шығыстар есепті кезеңде 7 триллион 439 миллиард теңге сомаға атқарылды. Олардың ішінде 55% әлеуметтік салаға жұмсалды. Шығыстар бойынша игеру деңгейі айтарлықтай жоғары. Мемлекеттік бюджет бойынша 97,9, республикалық бюджет 98,6 және жергілікті бюджеттер 97,8%. Енді әрбір көрсеткіштер бойынша анағұрлым толығырақ айтып өтемін. Мемлекеттік бюджет кірістері өткен жылдың осыған ұқсас кезеңмен салыстырғанда 116,4%-ке өсті. Экономиканың барлық салаларындағы макроэкономикалық көрсеткіштердің жақсару, оның ішінде мұнай мен металға бағасының өсу, кірістердің өсуіне бірден бір себеп болды. Сондай-ақ салықтық кедендік әкімшілендіру рәсімдерінің жақсаруының тиімділігі де өсіп келе жатыр. Объектілерге шықпай камералдық бақылау хабарламаларды бойынша 2018 жылдың 8 ай ішінде 93 миллиард теңгеге салықтар қайта есептелді. Есепті кезеңде оның 53 миллиард теңгесі бюджетке түсті. Өткен жылдың осындай кезеңмен салыстырғанда қоса есептелген сомаларды өндіріп алу тиімділігі 5,2% тармаққа ұлғайды. Республикалық бюджеттің шығыстары 6 триллион 277 миллиард теңгені құрады. Өткен жылдың осындай кезеңмен салыстырғанда бюджеттік тәртіп жақсарды. Атқарылмағаны дегенмен де 91 миллиард теңге бар. Оның ішінде бюджет қаражатының үнемделу 10 миллиард теңге, игерілмеу сомасы 80 миллиард теңге. Бұл 2017 жылдың 8 айындағы көрсеткішке қарағанда 21 миллиард теңгеге аз. Ең көп игерілмеу сомалар әлі де келесі әкімшілер сақтап отыр. Қорғаныс министрлігі 15, мәдениет және спорт 11, ауыл шаруашылығы 11, ішкі істер 9,5, ақпарат және коммуникация 5,7 миллиард теңге. Алдында баяндағанымыздай игерілмеу сомасының сіздің тапсырмаңыз бойынша бір бөлігі бюджетті нақтылау кезінде қайта қаралатын болады. Жергілікті бюджеттер шығыстары 3 триллион 74 миллиард теңгені құрады. Атқарылмаған 69,6 миллиард теңге. Бұл көрсеткіш өткен жылдың ұқсас кезеңмен салыстырғанда біраз жақсарды. Былтыр 104 миллиард теңге болған. Есепті кезеңде өңірлерге 449 миллиард теңге нысаналы трансферттер бөлінді. Олар жергілікті деңгейде 94,5%-ке игерілді. 25 миллиард теңге атқарылмады, оның ішінде 2,4 миллиард теңге бюджет қаражатының үнемдеуі, 22,5 миллиард теңге игерілген жоқ. Ол өткен жылдың ұқсас кезеңімен игерілмеу сомасынан 44,5%-ке аз. Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға 2018 жылы республикалық бюджетте 476 миллиард теңге көзделген. Мемлекеттік бағдарлама қаражатын игеру республикалық деңгейде барынша жақсы. Ағымдағы жылы бірінші қыркүйектегі жағдай бойынша 248 миллиард теңге немесе есептік кезең жоспарына 99,5% игерілді. Жылдық жоспарға игеру 52,2% құрады. Өңірлерде мемлекеттік бағдарлама іс-шараларын іске асыру біршама қалып келеді. Ағымдағы жылғы бірінші қыркүйектегі жағдай бойынша республикалық бюджеттен 73,5 миллиард теңге бөлінді, 70 миллиард теңге немесе 95,7% игерілді. Мемлекеттік аудит бойынша бюджет қаражатының жұмсалуы тұрақты бақылауда. Есепті кезеңде бюджет қаражатының 923 миллиард теңгесі аудиторлық шаралармен қамтылды. Қаржылық бұзушылықтардың өткен жылдың ұқсас кезеңмен салыстырғанда төмендеуі байқалады. Барлығы 86,6 миллиард теңгеге қаржылық бұзушылықтар анықталған. Осы соманың 53 миллиард теңгесі аудит барысында қалпына келтірілді. Қысқаша жекешелендіру бойынша кешенді жоспардың 887
объектісінен ағымдағы жылдың 1 қыркүйегіндегі жағдай бойынша 515 объектісі сатуға қойылған болатын. Оның ішінде сомасы 246 миллиард теңгенің 435 объектісі сатылды. Сату экономикалық жағынан тиімсіз болуына және объектілердің сауда-саттық нәтижелері бойынша 3 рет сатылмағанына байланысты 269 объекті қайта ұйымдастыру және тарату сатысында. Осылайша ағымдағы жылдың 1 қыркүйегіндегі қайта ұйымдастырылған және таратылған объектілерді ескере отырып, жекешелендірудің кешенді жоспары 79,4%-ке орындалды. Жалпы алғанда жекешелендіру процесі сату кестесіне сәйкес жүріп жатыр. Ағымдағы жылдың аяғына дейін тағы да 70 объектіні, оның 15 республикалық меншік объектісін, 24 коммуналдық меншік объектісін, 31 ұлттық холдингтер мен ұлттық компаниялардың активтерін сатуға қойылады. Ағымдағы жылдың 8 айындағы бюджеттің атқарылу негізгі көрсеткіштері осындай. Енді алдымыздағы тұрған міндеттемелерге көшсек, біріншіден ағымдағы жылдың бюджетін толық және сапалы нәтижелі орындау үшін барлық жағдайлар бар, күш-жігерімізді бұл үшін салатын боламыз. Екіншіден, Бақытжан Әбдірұлы, сіздің тапсырмаңызға сәйкес жақын арада ағымдағы жылдың бюджетін нақтылау туралы ұсыныстар республикалық бюджет комиссиямен және үкіметтің қаралуына ұсынылатын болады. Үшіншіден, парламентте қазіргі кезде келесі 3 жылдық кезеңге арналған республикалық бюджет жобасы қаралуда. Ол туралы толық барлық объектілер туралы республикалық бюджеттің шешімдері бар, комиссияның шешімдері бар. Сондықтан заңнама бойынша ағымдағы жылы сатып алу процестерін бастауға барлық жағдайлар бар. Сол үшін орталық және жергілікті атқарушы органдар бірлесіп процестерді тезірек пысықтау қажет.